Достар, барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай дәмді лаваштың қамырын дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға өлшеніп қойған суымызды, тұзымызды, қопсытқышты және ұнымызды жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қолымызға жабыспайтындай болғанша ыдысымыздан бөлек алып, жерге жақсылап илейміз. Иленген дайын қамырымызды 15 минутқа, 20 минутқа демалдырып қоямыз. Лаваштың қамырының рецепті өте оңай. Описаниеда рецептін жазып кетемін толығырақ. Енді қамырымызды 10 бөлікке бөлеміз. Бөлген қамырларымызды томалақтап аламыз. Достар, қамырымызды біртіндеп жайып бастаймыз. Жұқа болған сайын өте қытырлақ, әдемі болып шығады. Ет тамақтың қамырына жайғандай етіп, жұқалықта жайсаңыз, өте жақсы шығады. Табамызды қыздыруға қоямыз. Қызған табамызға біртіндеп осылай салып, жиі астын көріп тұру керек. Бұл өте жұқа қамыр болғандықтан тез пісіп кетеді, сондықтан қарап тұрған жөн. Байқап отырғаныңыздай қамыр бірінші кішкене сұрланып, сосын ағара бастайды. Ағарғаннан кейін екінші бетін аударып, екінші бетін де солай кішкене қызартып алыңыз. Көбімізде кездесіп жатады, магазиннен немесе басқа жерлерден, супермаркеттен алған осындай лаваштың қамырлары көбіне сынып, тез жарамсыз болып жатады. Жарамды ұзаққа дейін жұмсақ болып тұрған қаласаңыз, үстінен дымқыл шүберекпен дәлмен сияқты кішкене сүртіп отырсаңыз, ұзаққа жетеді. Бұл дайын лаваштың қамырларын тоңазытқышқа сақтап қойсаңыз болады. Кез келген уақытта өзіңізде бар затпен тіске басарлар әзірлеп, отбасыңызды қуанттыңыз. Міне достар, осымен біздің лаваштарымыз дайын. Міне көріп отырғандарыңыздай сынбайды, жұмсақ. Достар, видео ұнаса міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірге болғандарыңызға рахмет.